контент жасаушының бір күні қалай өтеді? Мен бірінші контент жасау үшін мен идея іздеймін және оны түсірем, монтаждаймын және платформаларға салам, яғни ютубқа салам. Мен және сосын соңынан статистиканы қараймын. Бұл менің қарапайым күнім өте қызық өтуі мүмкін, немесе қызық емес болуы мүмкін. Бірақ менің мақсатым жай ғана менің шынайы өмірімді көрсету. Мен идеяны қайдан аламын? Мен идеяны түрлі жасанды интеллекттерге сала отырып, мен идеяларды талдаймын және бір ұнаған идеямды және халыққа да ұнаған идеяны мен қабаттастыра отырып жаңа идея шығарам. Сол арқылы мен ортақ идеялар табам. Яғни менің және сіздің ортақ тематикамызды табамыз және мен оны жасанды интеллектке айтамын. Маған және көрермендеріме осы тематика ортақ. Давай, маған осындай идеядан 30 видео шығар. Яғни 30 идея шығар, мен оларды түсіруім керек деймін. Ол 30 идеяны береді, мен оларды түсірем және бәрін түсіріп болған соң оларды монтаждаймын. Мен түсіріп болып монтаждаймын, мен монтажды барынша эффективный қылу үшін мен қатесіз сөйлеуге тырысамын. Яғни дәл қазіргі уақыттарда мен қатесіз сөйлеуге үйреніп жатырмын. Себебі бұрын мен көп монтаждап, көп уақытын кетіретін, еще аз просмотр жиналатын еді. Және мен жариялауды, яғни менде бірінші YouTube платформасын арнап шығарамын, сосын оны TikTokқа саламын. Яғни өте қызық жерлерін қиып алып TikTokқа саламын. Ол TikToктан менің видеом галереяма сақталады. Сол галерея сақталған видеоны мен Instagramға саламын. Бұл арқылы менің платформаларда жүргізу нем іске асады, яғни процесім, жұмысым асады. Және сол арқылы мен жариялаймын. Ал мен статистиканы қарау үшін мен күніне бір рет қараймын, салған күні бірінші бір рет қараймын, сосын аптасына бір рет қараймын. Өйткені мен күніне қарай берген сайын ол өспейді ғой. Кейбір видеолар өспейді, кейбіреулер өседі. Мен өседі деп қарай берсем, өспесе, мен выгоранияға түсем. Немесе ол кейбір кездер басқаша болуы мүмкін. Бірақ менің принципім салған күні бір рет тексерем, ал сосын аптасына бір рет тексерем. Өйткені YouTube'да видеолар көбінесе уақыт өте келе көп просмотр жинайды. Ал Instagram, TikTok ол бірден атып кетпеуі мүмкін, бірақ 1-2 күнде атады. Бірақ мен Instagram, YouTube'ды күнде салып отырам, сол үшін мен статистиканы күнде қараймын. Ал YouTube'да аптасына бір рет. Менің бір күнім осылай өтеді деп ойлайсыздар ма? Ол жай ғана контент жасау күнім. Ал менің одан бөлек түрлі рутиналарым. Мысалға айтамын, мен тұрам, сосын мен жуынам, шайынам, сосын шай ішпеймін, мен сразу кітап оқимын. Яғни ми тынық кезде кітапты мен миым ең тынық кезде оқимын. Себебі менің ойым басқа жақта, бір жақта кітап басқа жақта болса, мен ол кезде оқи алмаймын. Оқу мүмкін, бірақ мен одан алар пайдам жоқ. Өйткені кітап оқу мақсатым менде бірінші кезде ол пайда алу. Егер менде пайда болмаса, мен минусқа кетіп деген сөз. Сол үшін ең тынық кезде оқыңыздар. Сосын мен істеймін, кітап оқып боламда мен ағылшын оқимын. Ағылшынды 1,5 сағат оқимын, сосын барып шай ішемін. Өйткені сосын барып шай ішемін. Шатасатын, өйткені ойым жан жақта болып отыр. Өйткені бірнеше видеолар түсіріп қойдым. Мен осы ағылшын оқимын, сосын шай ішемін, сосын барып YouTube видеолар түсіруге тырысамын. Неге? Мен ағылшын бірінші оқимын, сосын шайымды екінші ішемін. Себебі ми тынық болғаннан бөлек мен ақпаратты қабылдауым керек. Сосын барып шай ішуім керек. Өйткені егер сіз шай ішсеңіз, сіздің асқазаныңыз жұмыс істейді. Ал оған энергия кетеді, плюс фокусыңыз кетеді. Және ол миға зиян келтіреді, яғни білім алуға зиян келтіреді.
сол үшін мен бірінші сабақ оқимын, сосын барып маңызды бірақ шұғыл емес істерімді атқарам. Яғни мен істерімді жалпы төртке бөлем, ол маңызды және шұғыл. Сосын маңызды және шұғыл емес, бірақ маңызды. Так, шатасып кеттім ау деймін. Сосын шұғыл емес маңызды, сосын шұғыл да емес, маңызды да еместерді мен істемеймін. Өйткені олар менің бос уақытымды алады. Онсыз да істемеймін, өйткені менде бәрі жоспарлы түрде болады. Мен азанда емес кешке жоспар жазам, келесі күні орындаймын. Сол орындау арқылы мен күнделікті прогресс жасаймын. Менің осымен бір күнім аяқталды. Сіздермен болғаныңызға рахмет. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.